Елімізде жануарларға қатысты қатыгездік оқиғалар көбейіп жатыр. Үй жануарлары жасалып жатқан аяусыз әрекеттер бақтада жазылып жүр. Экология министрлігі бұл туралы былай деген еді. Министрліктің мәлімдемесін тексеріп көрейік. Жануарларға қатыгездікпен қарау адамдарға қатысты қатыгездік қылмыстардан 5 есе, мүліктік қылмыстардан 4 есе көп. Экология министрлігі. Үкім жалған. Бұл туралы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетке сауал жолдаған болатынбыз. Статистикалық мәліметтер министрлік айтқан мәлімдемемен сәйкес келмейді. Кестеде көрсетілгендей, жануарларға қатысты қылмыстық құқық бұзушылық оқиғалары адамға және мүлікке қатысты қылмыстардан бірнеше есе аз. Қазақстанда жануарларға қатысты заң. Қазақстанда жануарларға қылмыстық әрекет жасағандар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 316 бабы жануарларға қатыгездік жасау бойынша жауапқа тартылады. Заңнама төмендегідей. 2015-2020 жылдың қаңтар-наурызы бойынша аталған заңмен жауапқа тартылғандар туралы ресми дерек күлкілі. Соңғы 5 жылда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 316 бабымен 7 адам ғана сотталған. Бұл заң бойынша қаралған қылмыс қанша? Қоғам белсенділері аталған заңмен қылмыскерлерді жауапқа тарту жеткіліксіз деп санайды. Себебі жануарларды қинау, оған залал келтіру, қорқыту факторлары бойынша тіркелген жағдайлар бұл заңнамамен қаралмайды. Тек өлген кезде ғана іске асады. Осы тұста Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев экология министрлігіне жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң жобасын әзірлеуді тапсырды. Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев Қазақстанда жан-жануарлардың өліміне әкеп соқтырған әрекеттері үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу қажет деді. Жауапты министрлік пен жануарларды қорғаушылар жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң жобасын әзірледі. Бұл құжат қазір үкіметтің қарауында. Әлемде жануарлар құқығы қалай қорғалады? Жануарларды қатыгездіктен қорғау туралы ең алғашқыдан 1822 жылы Ұлыбританияда қабылданды. Нидерланды қаңғыбас жануарлары жоқ жалғыз мемлекет. Жануарларға қатыгездік көрсеткені үшін қылмыскер 17 000 евро төлейді және 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Германия жануарлар құқығы конституциясын қорғаған әлемде алғаш мемлекет. Заңға сәйкес косметиканы, тұрмыстық химия мен дәрі-дәрмектерді сынау үшін жануарларды пайдалануға болмайды. Ал өлтірген жағдайда 25 000 евро айыппұл салынады. Үндістанда жануарлардың қатысуымен болатын ойын-сауық жиындарына тыйым салынған. 2009 жылдан бастап хайуанаттар бағындағы барлық пілдер елдің ұлттық парктері мен қорықтарына жіберілген. Италияда мысық немесе итті лақтыру оны өлтірумен тең деп есептеледі. Бұл үшін қылмыстық жауапкершілік 1 жылға бас бостандығынан айыру және 10 000 евро айыппұл. Ресейде 2018 жылы жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң қабылданды. Заңнамаға сәйкес жануарлардың төбелесін ұйымдастыруға, қаңғыбас иттерді атуға, жабайы жануарлардың пәтерде ұстауға тыйым салынған. Тек ветеринар дәрігердің рұқсатымен ғана өлтіруге болады.